Спайдермен. Первый бар ғой. Сәлем достар, білім сайынс 2. Алғашқы видеомыз флешқа қатысты. Көрмеген болсаңыз міндетті түрде қараңыздар. 1000-нан аса қаралым жинады 2 күннің ішінде. Сіздерге үлкен рахмет. Осы жолғы шығарылым әлемдік бестселлер, әлемдегі ең атақты кейіпкер Человек-паук туралы болмақ. Человек-паук жайлы кино әлемдегі ең табысы жоғары, жалпы ең атақты франшизалардың бірі. 1962 жылы алғашқы комиксі шыққан күннен бері Человек-пауктың фан базасы күн сайын үлкейіп келеді. Және не үшін фан базасы көп, және не үшін кино көп таралады? Өйткені ол 15-16 жастағы тинейджер Питер Паркердің өмірі жайлы. Бүгін біздер дәл осы кейіпкердің 4 негізгі қасиетін ғылыми тілде талдап дәлелдеп беруге тырысып көреміз. Біріншісі, қабырғамен өрмекші секілді өрмелей алуы, жалпы қозғала алуы. Екіншісі, паутинасын, яғни өрмегін алысқа атып, онымен ауыр массаларды тоқтата алуы немесе көтере алуы. Үшіншісі, ол қауіп-қатерді сезетін паучий чутье секілді инстинктінің болуы. Және төртіншісі, осы қасиеттердің барлығын берген мутация. Ендеше дәлелдемені бастаймыз. Бірінші айтқанымыз Спайдерменнің қабырғамен жүре алуы. Оны кино бізге былай түсіндіреді. Ғылыми тұрғыдан бұл қаншалықты мүмкін? Бірінші соны талдап көрейік. Алдымен өрмекшілер қабырғамен қалай жүреді деген сұраққа жауап берейін. Өрмекшілердің аяқтарында 8 аяғы бар. Соның бастарында көзге көрінбейтін микротүтікшелер бар. Сол микротүтікшелер қабырғаға жабыспайды, немесе ілінбейді. Физикадан білетініміздей, плюс пен минус молекулярлық деңгейде бір-біріне тартылады. Дәл осы заңдылықты пайдалана отыра, олар өздерінің аяқтарымен қабырғамен молекулярлық байланыс орнатып тартылып жүреді, яғни магнит секілді тартылып жүреді деген сөз. Бірақ ол тек өте жеңіл денелерге қатысты. Мысалға елестетіңіздер, күн түсіп тұрған терезенің алдынан біздер шаңды байқауымызға болады. Ол жеп-жеңіл және ауада қалқып тұрады, немесе кейде тіпті жоғарыға кетіп бара жатады. Ал енді бірнеше жүздеген, мыңдаған сондай шаңды біріктірсек не болады? Әрине, ол жерге массасымен құлайды. Дәл сол заңдылық ол Спайдерменға да қатысты. Осы заңдылықты ескере отыра, біздер Спайдердің жалпы қабырғамен жүре алмайтынын дәлелдеуімізге болады. Американдық және ұлыбританиялық ғалымдардың зерттеуінше, Спайдермен вертикальды қабырғамен жоғары қозғалу үшін оның аяғының, жалпы қолдарының размері 145-ші болу керек. Елестетіп қараңыздар. Ол көзге өте оғаш көрінеді, немесе ол тіпті толықтай мутантқа айналу керек. Мысалға, мына картинкадағыдай. Дәл осындай дене бітімімен Человек-паук ол біз білетіндей акробатикалық маневрларды жасай алмайды. Жалпы жай ғана елестетіп көрдіңіздерші, осындай үлкен аяқ қолдары бар супергерой болса. Спайдердің екінші қасиеті ол өзінің ешкісі паутинасы, яғни өрмегінің болуы, өрмекті ата алуы. Паутина! Вперед! Быстро ввысь, паутина! Кинода екі түрлі версиясын көрсетеді. Біріншісі ол адамның ағзасынан шығуы, яғни қолдың ішінен шығуы. Екіншісі арнайы құрылғымен ататындығы. Канон бойынша ол арнайы құрылғымен атады. Енді жалпы табиғатта осындай
өрмек бар ма, немесе осындай өрмекті жасап шығару мүмкін бе? Сол туралы дәлелдеп көреміз. Оған дейін мына видеороликке назар аударайық. Цаерострис дарвини, немесе Дарвин өрмекшісі. 2011 жылы Мадагаскарда табылған бұл өрмегінің қасиеттері Человек-паук киносындағы басты қаһарманның өрмегінің, яғни паутинасының қасиеттерімен бірдей. Ол өзінің денесінен 1250 есе асатын қашықтыққа паутинасын аталады. Есеп көріңіздер, менің бойым 1 метр 76 сантиметр. Егер менде сондай өрмек болатын болса, мен дәл сол паутинамды 2200 метр, яғни 2 километрден де асатын қашықтыққа аталатын еді. Бұл өрмек қасиетінің біреуі ғана. Екінші қасиеті ол мықтылығы. Дәл осы Дарвин өрмегінің мықтылығы 520 мегаджоульға тең. Біздше айтқанда, бір куб паутина жиналса, ол 160 км сағатына жылдамдықпен келе жатырған 520 автокөлікті тоқтата алады деген сөз. Керемет емес пе? Одан да жеңілдірек түсіндіретін болсақ, кевларды білеміз ғой, бронежилет. Сол кевлардан 10 есе мықты. Яғни, ғылыми тұрғыда бұл мүмкін деген сөз. Келесі үшінші қасиетіне тоқталайық. Кинода Питер Паркердің, яғни Человек-пауктың қауіпті сезу қабілеті, есту қабілеті өте қатты дамыған. Ол үшін мына роликке назар аударайық. Күні кешеге дейін адамзат үшін паучий чутье, яғни қауіпті сезу, аңыз мүмкін емес болып келді. Бірақ 2016 жылы ашылған Солтицайды өрмекшілер тобы өздерінің айналасындағы қауіп қатерді 5 метр ары қашықтықтан аяғындағы микро түкшелердің арқасында төменгі жиілі, яғни низкочастотный дыбыстарды есту арқасында сезетіні анықталды. Олардың есту қабілеті, елестетіп көріңіздерші, аралардың қанат қағысының вибрациясына икемделген. Қысқаша айтқанда, бұл табиғи ғылыми тұрғыда мүмкін құбылыс. Төртінші және соңғы ол мутация. Биологиядан білетініміздей, радиация адам ДНК-сына әсер ете алады. Бірақ ол үшін бірнеше фактор болу керек. Мутация табиғатта бар процесс, бірақ ол көп сатылы. Сол себепті Питер Паркерді өрмекші шаққаннан кейін ол супер күшті емес, қауіпті қатерлі ісік ауруына, яғни рак ауруына тап болар еді. Елестетіп көрейік, радиация керек генға әсер етті. Бірақ 100 000 геннің барлығына әсер ету үшін Питер Паркердің үсті басты түгел шағылу керек. Ал кинода тек қана бір өрмекші шағады. Яғни ғылыми тұрғыда бұл мүмкін емес деген сөз. Человек-пауктың біздер білетін 3 киноадаптациясы бар. Біріншісі Сэм Рэймидің түсірген Тоби Магуайр ойнайтын киноадаптациясы, екіншісі канонға жақын Эндрю Гарфилд ойнайтын киноадаптациясы, және үшіншісі Marvel кино әлемінің бір бөлшегі ретінде Том Холланд ойнайтын Человек-пауктың киноадаптациясы. Бізге білім командасына алғашқы шығарған Сэм Рэймидің киноадаптациясы мен Эндрю Гарфилдтың ойнайтын киноадаптациясы ұнайды. Ал сіздерге қайсысын айтып міндетті түрде комментарийда жазып кетіңіз. Немесе осы Человек-паукты жақсы көретін, немесе фэнтезиді, фантастиканы жақсы көретін достарыңызды комментарийға белгілеп кетіңіздер. Видеоға лайк басыңыздар.
және самолет арқылы достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Енді біздер шығарылымды аяқтадық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.